Сәлеметсіздер ме YouTube арна көрермендері? Мен қазақ этнографиясы бөлімінің этнологы Бексадық Айдар. Қазақ халқы ықылым заманнан бері мал өсірумен айналысқан, әсіресе төрт түліктің ішінде жылқы мен қойға ерекше басымдық берген. Археологиялық деректерге сүйенсек, жылқы ең алғаш рет энолит дәуірінде Көкшетау маңында Ботай тұрағында қолға үйретілгенін білеміз. Бүгінгі менің тақырыбым музей қорындағы бірегей ат әбзелдері. Ат әбзелдері деп жылқыны мінгенде, шаруашылықта пайдаланғанда қолданылатын құрал-жабдық түрлерін айтамыз. Қазақ халқының ат әбзелдеріне ер, тоқым, өмілдірік, үзеңгі, шылбыр, қамшы, тағы басқа заттар жатады. Музей қорында көптеген ат әбзелдері сақталған. Атап айтатын болсақ, Найман ер тоқымы әйел адамға тиесілі Зайсан жерінен 1927 жылы табылған, қайыңнан жасалған, асыл тастармен көмкерілген, әшекейленген, былғарымен қапталған құранды ер. Найман ерінен басқа қайыстан жасалған жүген, құйысқан, пыстан, тұсамыс, тағы басқа да заттар музей қорымызда сақталған. Және екінші Петринада керей ер тоқымы қайыңнан жасалған, асыл тастармен әшекейленіп, былғармен қапталған ерекше ер тоқым. 2002 жылы Бәшіровтің коллекциясынан алынған құранды ер 5 бөліктен тұрады. Жүген ер тұрман әбзелі ауыздық пен тізгін арқылы ат басын ырыққа келтіру үшін қолданылған. Желкелік, маңдайлық, жақтық, кеңсіріктік белдіктермен ауыздық пен тізгіннен тұрады. Сары түсті 44 металл пластинамен безендірілген. Өмілдірік ат әбзелінің ер тоқымды артқа қарай жылжып кетуіне кедергі жасайтын элементі. Ол аттың кеудесінен өтіп, айыл мен ер тоқымға бекітіледі. 15 металл пластинамен 3 салпыншақтан және шикі баулардан жасалған. Құйысқан аттың құйрығынан өтіп ер тоқымға бекітіліп, ер тоқымның алдыға аттың мойнына қарай жылжып кетуіне жол бермейтін элементі. 17 металл пластинамен безендірілген. Пыстан ат әбзелінің бір бөлігі, аттың денесін астынан орап, екі жағынан жауып, ер тоқымды ұстап тұратын кең берік былғарыдан жасалған белбеу. Үзеңгі ат әбзелінің маңызды бөлігі, ер тоқымның бүйіріне орналасқан салт аттының атқа отыруына және тепе-теңдікті ұстауына көмектеседі. Үзеңгінің пайда болуы көшпенділер мәдениетінің жетістігі. Археологиялық деректерге қарағанда, біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта ойлап табылған. Ғалымдар атты әскердің пайда болуы мен дамуын үзеңгіге тікелей байланыстырады. Тұсамыс жылқыны тұсап қою үшін пайдаланылған, жылқының ақ және қара қылынан жасалған. Музей қорына өткізуші Себебай Сүйгенбаев, Ұлан ауданы Алғабас ауылы тұрғыны. Тұсамыс ол кісіге әкесінен мұраға қалған. Музей қорымыздағы ерекше экспонаттардың бірі коллекционер Бәшіровтің коллекциясынан алынған алтын жалатылған құранды ер тоқым, Найман ері. Бұл ер тоқым 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басына тиесілі. Қорытындылайтын болсақ, ат әбзелдерінің толық жиынтығы көшпелі мәдениеттің жетістігін аңғартады. Сондықтан да ата-бабаларымыз ат әбзелдерін қадірлеп қастерлеген. Қазіргі кезде де ат әбзелдері ауыл шаруашылығында қолданыста жүр. Біздің музей қорығымызда да ат әбзелдерінің ерекше көне, бағалы түрлері сақталған.